Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымыздың тақырыбы жеті қарақшы. Үркер туралы аңыз оқисың. Аңызды ертегіден, әңгіме мен өлеңнен ажырататын боласың. Жаңа сөздер: жеті қарақшы, большой ковш, үркер, плеяды, звездное скопление, жоғалу, исчезновение. Балалар, сендер қандай жұлдыздарды білесіңдер? Жеті қарақшы, үркер. Суретке қара, мәтін не туралы екен болжап көр. Баяғы заманда үркер деген аспан патшасының қызы болыпты. Қыздың есімі Үлпілдек екен. Үлпілдектің нұры айдалаға жарқырап тұрады екен. Үлпілдекті қан нөкерлері күзетіп жүреді. Бірде жеті қарақшы Үлпілдекті көріп, оны атып қалады. Ол Үлпілдекті ұрламақшы болып аңдиды. Bir күні оның жолы бола кетті. Сол күні Үлпілдектің қасында нөкерлері болмай қалған еді. Жеті қарақшы осы сәтті пайдаланып, оны ұрлап әкетеді. Үркер сезіп қалып, нөкерлермен бірге жеті қарақшыны қуады. Үркер жеті қарақшыға жете бергенде, таң атып, жеті қарақшы жоғалып кетіпті. Бұл жағдай әр түн сайын қайталаныпты. Шындығында жеті қарақшы темірқазақты айналып, үркер екеуі бірін-біріне жақындай бергенде таң атып кетеді. Үлпілдекті қарақшыдан құтқару үшін үркер нөкерлермен жеті қарақшыны әлі қуып жүр деген сөз осыдан қалған сияқты. Балалар, оқыған мәтін жанры қандай? Аңыз, әңгіме, ертегі, өлең. Мәтіннің жанры ертегі. Ертегі және аңызды қалай ажыратамыз? Тыңда. Ертегі толықтай ойдан құралады. Өмірде болмаған адамдар, немесе өмірде болмайтын дею, ұшқыш кілем заттар туралы баяндалады. Ертегіде бірнеше оқиға болады. Аңыз шындыққа жақын болады. Онда өмірде болған зат, немесе адам туралы баяндалады. Аңызда бір ғана оқиға туралы айтылады. Сен білесің бе? Әдетте үркердің шай көзбен ең жарық 9 жұлдызын көруге болады. Ал ерекше жағдайда жай көзбен 14 жұлдызға дейін көрінеді. Жұлдыздар шоғыры шамамен 100 миллион жыл бұрын қалыптасқан екен. Ұсақ тозаңдардан құралған тұмандық жарық жұлдыздар шоғырының төңірегін айнала ұшып жүреді. Ғалымдардың айтуынша тозаңдар үркердің қалыптасқан кезінен қалған. Жеті қарақшыны таныған жеті түнде адаспас. Мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Ойланып көр.